химия, моя иния, моя тонкая линия, к нежности бриллиант, на 1000 карат, эй, нам пора домой, кель, это мой парад. Твой знак тут F500 при мне, плевать на комплименты, я просто без плюс заберу тебя в лучшее место, Блин, спасибо. Он такой классный. Че скучаем? Давайте кайфовать. Нанды тамақты сол зайымнан жеп отырмыз қазір. Зайымдар жапқан күні аштан өледі халық. Сіздерге де мына жандар шынайы бақытты сияқты көріне ме? Бір қарағанда ешкімнің ешқандай проблемасы жоқ секілді. Бірақ статистика бойынша Қазақстанда 7 миллионға жуық адамның банктерге қарызы бар. Оның ішінде 1,5 миллион қазақстандық микронесие алған. 2022 жылдың қыркүйек айындағы есеп бойынша олар алған несиенің жалпы құны 416 миллиард теңгені құраған. Дұрыс естіңіз, 416 миллиард теңге. Осыдан кейін де несие алатын жандардың саны азаяр емес. Неге? Себебі бәрі басында болмашы сияқты көрінеді. Я бір что-то қарны әсет көріп кетті ғой. Асқазы өлең айтып отыр ғой. Тамаш бедік қой. Брат, менде ақша жоқ. Сенде возможность бар болса маған төлей тұрсайшы, мен саған сосын қайтарып беремін. Менде жоқ ақша. Ладно, терминалдан алсармыз. Ол не болды? Біздің спасательный круг қой. Всегда осындай қарны ашқан ақша жоқ кезде спасать етеді. Түсінбедім. Что за терминал? Короче, былай. Ақша алатын терминал ғой. Ақша аласың, потом ақша түскен кезде бір аптадан кейін жауап тастайсың. Ол зато біреуден алмайсың да, андай звондап, қашан қайтарасың, анау мынау деген тема жоқ. Алдың бір аптада қайтардың, болды. Ертең ақша таба алмай, оны жаба алмай қалсаң не болады ол? Бір аптада 10 мың теңге табылатын шығарсың енді. Брат, что-то опасно сияқты. Қойшы, опасно ештеңе жоқ. Ана картаны бітірсем, бір тамаша қайтайық онда. Төлеген, вот қарапайым тілмен айтқанда, тізбекке кірген тоқтардың жиынтығы, тізбектен шыққан тоқтардың жиынтығына тең. Яғни, бұл кімнің заңы? Бұл Киргофтың заңы. Ой, молодец сақтағам, дайындалып келіпсің. Ағай, менде сұрақ бар еді. Қой сұрағыңды. Ом заңы дегеніміз не? Ом заңын білмейді ол, екі әріпке слабый ғой. Блин. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Как говорится, не знаешь закон Ома, сиди дома, Макс. Алло, саламатсыз ба? Бұл Әке KZ компаниясы. Сіздің төленбеген қарыздарыңыз бар екен. Бүгін қарызыңызды төлейтін соңғы күн. Бүгін төлеп бітіруіңіз қажет. Егер бүгін төлемесеңіз, ісіңіз сотқа кетеді. Сіз ренжімеңіз, бірақ сіздің ата-анаңызға хабарласуыма тура келеді. Кірсей, зига. Сіз олай боқтамаңыз. Бірақ енді төлеңіз. Болды, төлеймін, аха. Ақша түссін, төлеймін ғой. Главное, үйдегілерге звондамай ақ қойыңдаршы. Барлығын түсініп отырмын жағдайыңызды. Бірақ енді сізде түсініңіз, бір күннің ішінде төлеуіңіз керек, бәрібір де қарызыңызды. Жақсы, сау болыңыз. Осы кісілер тыңдасам дейтін. Кәдімгідей жағдайлары ше, қиын бар ғой ше. Аяқ кетесің. Роза, бүгін кешке болсын ба? Может, кино барып қайтамыз? Қаш дейтін кино шықты. Көріп қойған мен. Аватарға орек көріп қойсан қашты. Аватарда 3 сағат отырамыз бар. Оны да көріп қойған. Оны да көріп қойдың ба? Бизнес по казахски Виндиға орек та. Күшті кино. Күліп қайтамыз бар. Оны да көргем. Ол шыққан жоқ, қалай көрерсің, құмаш? Бағлан, қойш, мен сенімен ешқайда барғым келмейді. Вообще, жыныма тимеш. И так нервный болып отыр. Тамыр, не істейміз жаңа жылда? Былтырғыдай топырлаған еркектер болып отпайық. Бір өз онда күн отырсыңдар десе, мен Илхам Бека болып отпасын, соны ұңғастырайық тамыр кішкене. Көзімді тұмшалама, жастыруға тырыссаң да. Бізден андай қыздар оқитын болған ба не? Че, ұнақ қалды міне? Просто сұрап отырмын. Просто сұрайтын простой қыз емес қана. Кәм one fit'i бар қыз ғой.
қалай сонда? Байдың қызы ғой. Қарамайды ғой саған анау. Қарайды. Девушка, ана жерге 2 кофе бересіңізші. Рахмет. Он что, понял? Эй, парень, постой! Кажется, ты ошибся, я здесь не работаю. А как бы я тебя забрал бы среди твоих подруг? күлгені жан жылытар Уилл Смитсің ғой тамыр. Хорош. еріксіз гүл сыйлатар Привет, Аружан. О, привет, Макс. Аружан, сен сабақ істедің ба? Нет, жасамадым. Давай мен саған көмектесейін. Көйтесің ба? Иә. Шын ба? Шынымен? Күшті болатын еді. Мынау соның кітаптары как раз соны ала сал. Маған если что, почтадан жібересің ғой, иә? Иә, жіберем ғой. Все, рахмет. Все, пока, мен кеттім. Бірге істейміз ба деп ойлаған мен негізі. Қымбат қол жер. Қайда өтсің ау? Келем қазір, брат, 5 минут. Хуйня. күнде түнде құтылуға сығасың арман болған қара шаштарыңды айтшы кімге айтшы кімге айтшы кімге бос тұтасың